маған ба? Ой, Мұсажан, қалың қалай? Бетіңнен сүйіп қояқ енді, біздің адамсың ғой сен. Екінші гүл шоқтары түсініп тұрмын кімге екенін. Бар, беріп білесің бе? Жүгір, бара ғой, бара ғой. Ортаға алып келгім келіп тұр да ол кісіні. Алба. Қошемет. Асыл абламызға екінші гүл шоқтары. Ортаға келмейсіз бе, ортаға? Сұхбаттаспаймыз ба екеуміз? Абланы ортаға алып келгісі келген еді. Қандай әдемі гүл шоқтары. Көп рахмет, Мұса. Жайғас, қош келдің. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Жаңа бота Астанадан деген еді, айтып едім ғой, осы пікірді естеріңізде сақтап қалыңыздаршы деп Астанадан ат терлетіп, Мұса келіп қалды ортамызға. Анара өзімен бірге алып келген сияқты ғой. Өте қатты қуан. Мен как будто біздің ала шынымен де Мұсаның келетінін. Осы Алматыға келген кезде енді бізге келіп қалса екен деп ойлаған едім. Қош келдің Мұса екем. Қош көрдік. Қуаныштымын келгенге. Қалайсыңдар? Рахмет. Жұмыс қалай болып жатыр, әріптес? Жұмыс жақсы, орынша. Сәлем айтып жатыр, қайтсын деп жатыр. Қайтсын деп жатыр. Қайтсын деп жатыр, келсін деп жатыр. Сол Астанадан арнайы келгеннен кейін осы жаққа. Әлі жар тапқан жоқсың? Әлі тапқан жоқпыз. Жас қаншаға келді? Не жаңалық деп әңгіме бұра беретін болсаң, ә? Жас енді 31-ге келдік. Ужас. Жүрсің, сақалың сапсиып. Ужас. Сақал жоқ. Қашан үйленеміз енді, Мұса? Сенің тойыңды көру арман болды ғой, көреміз бе, көрмейміз бе? Құдай қаласа көретін шығармыз, аманшылық болсын ең бастысы. Көпшілік оқырмандардың айтуы осындай болды, жаңа сенің тойыңды басынан осы жерден таныдық, неге осы жерден көрмеске деген сияқты. Сондай ұсыныс болғаннан кейін енді мен де ақ көңілмін ғой. Жүр десе мақұл деп талай қызға осы жерде алдандым десең. Көңілді пайдаландым мен ба. Алматыға келіп, белгілі бір миссиямен келген сияқтысың ғой оның үстіне, иә? Кеше көріп қалдым енді, менің қызыммен достасыпсың. Ұрысып қалған бедіңдер? Мен негізі ондай ұрысу деген жоқ қой негізі, бірақ енді халық барлығы татуласыңдар деген сияқты. Оның алдында өзімнің туысыммен татуласқаннан кейін барлығы жаңағыда эфирде сол тақырыпты қозғап кетті да. Мен ода тұрған ештеңесі жоқ. Камил ханым, бір өтпейтін әзіл айтып жіберсем бола ма? Айта ғой. Кеше комментарий оқып қалдым да, сөйтсе адамдарды былай жазып жатыр да, Мұса не елдің бәрін ренжітіп қойып кешірім сұрап ана өмірге кетейін деп жатқан жоқ қой. Құдай сақтасын, Алла сақтай. Комментарий кейде иә сондай бір қызық пікірлер болып қалуы мүмкін, бірақ оны айтып қайтеміз. Деп па артынан бір же. Сонымен не жаңалық өміріңден, Мұса? Жаңалық жоқ. Келіншегің жоқ болғаннан кейін андай скучный болады деген ғой. Жоқ, Камила ханым, жаңалық жоқ деп жатыр ғой, бірақ та кеше ғана енді әлеуметтік желіні жарып жатырған сіз өзіңіздің жаңа туысқан әпкеңізге көлік сыйлаған екенсіз, көздеріңізге жас алып та жатыр екенсіздер. Өте қатты кәдімгі экраннан, телефоннан көріп отырып, кәдімгідей сол нәрсені сезіне алдық деп айтқым келеді. Жалпы енді осы уақытқа дейін ренжіткен адамдарыңыздан, жақындарыңыздан өйтіп, қалай айтсам болады, кешірім сұрағаныңыз дұрыс, әрине. Сондай бір шешімді қабылдауға не түрткі болды? Өзіңіздің қателігіңізді түсініп бастадыңыз ба? Қалай болды деген сияқты? Әлде қартайып жатырғасын, кішкене жас келіп жатқасын, кішкене сыйластықта бұрын өзінің кінәсін ешқашан мойындамайтын Мұса бар еді ғой дейсің ғой. Қойыңызшы, Камила ханым. Болды ғой Мұса, қашан Мұса өзінің кінәсін мойындады? Ешқашан, яғни Камилаға мойындамау керек. Иә, кішігірім Нұрсұлтан. Қош көрдік бауырым, ассалаумағалейкум. Оған не себеп болды деп жатыр ғой, кеше бірақ біраз жаңағы смс-терге көзім шалып қалды. Қысқа өмір ғой негізі былай қарасаңыз. Оның алдында бір ауырып кішкене больницаға жатып қалған бар еді. Айтпақшы, иә, денсаулық мәселесі болды. Жақсы, Аллаға шүкір. Иә. Жаңа қартайып жатыр ма, ана өмірге аттанып жатсың ба деген сияқты, Құдай сақтасын енді жаман ойлардан, бірақ азғантай өмірде бір болмайтын нәрселерге ренжітіп аламыз адамдарды. Сонда бар адамның қадірін қасымызда жүрген кезде білмейді екенбіз негізі. Мен ойлаған бір 3 жыл ма араласпаған шығармыз десек, өзі 5-ші жыл кетіп бара жатыр екен да. Сонда көптеген жақсы эмоциялар сыйлаған адам, қасымызда жүрген адам, қолдаушы болған адам біз неге сонда енді аяқ астынан болды, көлікті сыйлау да аяқ астынан болып кетті, түн жарымда шығып кеттім жолға. Сондай мәселе болды. Енді біраз адам айтып отыр, машина алу үшін сенімен бір ренжісу керек екен ғой деген сияқты. Менің де қызыма бір көлік сыйлап жібермедің ба? 5 жыл болмаған ғой, қызмен просто айтып берсем 5 жыл болғанда. 5 жылға жеткізбей достасып кеттің бе? Әне өзі де отыр ана жерде, Аружан деген қызым. Қызым дегенге көрермендер ол кім деп ойлап жатқан шығар. Сәлем деп қойсаң болады, Аружан, иә. Қошемет деп қойсаңыздар болады ғой. Қызғанып отырсыздар ма не? Ал, жарайды. Мұса негізі жаңа қатысушы болып ортаға кірген жоқ. Жаңа қатысушымыз әлі алда, әлі танысатын боламыз. Мұса өзінің ән шашуымен келді, иә? Кішігірім көрерменге пранк жасаған түріміз ғой енді. Қатысушылар? Камила ханым,
Мен қатты қуанып едім негізі. Мұсамен бірге отырамын ба деп. Негізі тұрақты көрермен болатын Мұса. Бұрындары. Бәсе кімнің жолымен келе жатыр десем. Мен жолмен келе жатса, онда жақсы жігіт. Өзінің қателігін мойындамау жаңағы несін күшті алған екен. Значит, істемеген қол. Дұрыс. Ал Мұса, көргенімізге сен өте қуаныштымыз. Қолына бір микрофон әкеліп табыстасаңыздар және Мұсадан ән шашу, дұрыс па? Жан жақтан кетті микрофондар, міне қалай сыйлайды сені. Кеттік. Gördüm bugün geçirdi aylı tünün geçinde erten geçke özüm haberlasamın nomerimde öşürme anısıp sırlasıp söylesip günde жүрейікші біз бірге үй жағыңа барып роза гүл алып кездесейік екеуміз қалың алалы үйіңе барып алып кетемін сені сақина тағып орамал салып сүйіп өтемін сені қалың алалы үйіңе барып алып кетемін сені сақина тағып орамал салып сүйіп өтемін сені Өзім тоймай қарап сұлу жүзіңе түстім сенің ізіне ал бойыңда мін жоқ тұрсың майысып қыпша белің үзіле қылықтарың тәтті жанды тербеген сендей сұлу көрмеген сенің ғана жылы сөз едің жүрегімді емдеген қалың алалы үйіңе барып алып кетемін сені сақина тағып орамал салып сүйіп өтемін сені қалың алалы үйіңе барып алып кетемін сені сақина тағып орамал салып сүйіп өтемін сені қалың алалы үйіңе барып алып кетемін сені сақина тағып орамал салып сүйіп өтемін сені қалың алалы үйіңе барып алып кетемін сені сақина тағып орамал салып сүйіп өтемін сені Осындай ән шашу жарайсың Нұрсұлтан. Абла, кеттіңіз бе? Абла кеттіңіз бе не? Қайда кеттің? En kutlu olsun. Рахмет. Bırak bu iki günden şaşırdım koy. Екеуіңнен шаршадым дейді. Неге? Шаршаттыңыздар ғой Неге шаршадыңыз? кезінде. Bir gün dost, bir gün baskaca. Bu ne? Ye. Қалай ренжіспеймін ғой мен Абла ханым. Абла ханым. Асылы ханым. Sertlik dileyim Асыл mi? ханым. Әзілдеймін ғой енді жақсы Ye көремін. ye.
балық жейді, мен де жақсы көремін. Болды, мен кеттім. Ой, Рахмет алла, үлкен. кезіндегі 5-ші маусымдарда еске түсіріп кетті ғой, иә? Мұсаны балықшы деуші едік, иә. Неге отырғызып қойсаң былай, жаңа ұмытып келген ма деші. Қойшы деші. Үшінші рет келіп жатырмысың да деші. Енді отырғыларыңыз келсе отырыңыздар, иә? Не, Тілдесейік, сұхбаттасайық сіздермен Мына де. жақ төр ғой. Бауың байлап қойсын. Ой, Камила рахмет. ханым, жаңа Мұса келген кезде мен үміттеніп едім, енді Мұса қатысушы болып отырса, сосын ару келсе, сосын мына жерде бір той көріп қаламыз ба деп Иә, ойлап едім. сосын Асыл ханымның қалған шашын бәрін ағартам дейсің ғой. Ағартамыз дейсің ғой мына жерде, Скоро иә? той болады. Бізде ана класстың бар ғой, ең жаман оқитын ана күйдерге балдар шағасы болады ғой, балдар қыздар болады ғой. Сондай айтып тастадыңыздар ғой. Жоқ, Ондай олай емес біз ғой, емес. негізі. Олай емес. Шынайы бағдарламада Абсала ханым. Олай емес. Біз сіздерді үнемі сағынып жүреміз. Аружан, қалың қалай? Микрофон бар ма сенде? Берсеңші микрофонды Мұса. Баршаңызға қайырлы күн болсын. Қалдарыңыз қалай? Менде барлығы жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Аманбыз, шүкір. Енді өздеріңді көріп қуанып қалдық. Кезіндегі сол 4 жыл бұрынғы кездер еске түсіп жатыр. Кішкене жылағым келіп отыр, шынымды айтайыншы, бірақ өзімді ұстап отырмын. Ана жыл, жас, возраст деген нәрсені айтпайықшы, деші. Жарайды. Сонымен той қашан? Той қашан? Той қашан кім? Қарындасымыз қашан ұзатамыз деген. Иә. Білмеймін, енді әзірше ешкім жоқ сөйлесіп жүрген. Бірақ енді білмеймін, бұйырған күні ұзатыламын ғой әйтеуір. Енді қыз баласы білмейді ғой той қашан екенін, әдетте ер баласы жауап береді оған. Мен жауап бермей ақ қояйын енді, Аружан үшін былай екен, бірақ осында отқан қатысушылар, қыздар, жігіттер, уақыттың қадірін білуіміз керек екен. Рас, білуіміз керек екен. Себебі 25-ке толған кезде пайғамбар жас үйлену керек деген ниет болды, бірақ оны бірінші сатыға қойған жоқпын да. Зона комфортынан шыға білу, бір нәрсені қия білу, ол екінші нәрсеге міндетті түрде жеткізеді екен. Сондықтан да жыл ортаны бәріміз сағынып тұрамыз. Халықтың ықыласына бөленген жер, халыққа көпір бола білген жер осы жер. Сондықтан тағы да алғысымды айтқым келіп отыр да. Жалпы творчество деген нәрсені, рахмет. Авиациядан мен негізі авиацияны тастап дейін десем тастамаған екен негізі. 9 жыл параллельно ұштым, карантин болды деген сияқты. Сонда екеуін бірге алып жүргенім, бірақ сол карантиннің кесірінен дейміз ғой, кесірінен дейікші, әсерінен өнерге қайтып келуіме, қайтқан жаңа әндердің жазуына, халыққа жол көпір болған жер. Сондықтан да кейбір адамдар жаңағыда сынай қарайды, жаман көре қарайды, бірақ мен үшін бұл жер ыстық жер, өте адамгершіліктің жоғарғы сатысын көрсете білген Асыл ханыма үлкен алғысымды білдіремін. Себебі екінші анамыздай болған кісі ғой. Көп ақылын айтатын тұғын осы жерде, ұрсатын тұғын. Эфир бұл сендердің айналарың, бұдан кейінгі өмірді сендер ойлаңдар деген сияқты. Сондықтан көпшілік адамдар жаңағыда сынай береді ғой, екеуің жарасасыңдар, қосылыңдар деген сияқты. Бер жағын қарайды, айнаның бер жағынан. Ал айнаның ар жағындағы сен онымен сөйлескендегі кейбір психологтардың айтуы бойынша жаңағыда адамның өзінің несі болады жаңағыда, исі болады деп қояды едім. Мен білмеймін ол жағын жаңағы. Қоя беріңіздерші. Бірақ соны әр сәтті бағалай білу, әр адамның өзінің құндылығы болады, өзің сенің өміріңдегі. Соны бағалай білсек, сіздің қайтып келгеніңізге мен қатты қуаныштымын, Асыл ханым. Сондықтан Алматыға келгеннен кейін сіздің қолыңызды алып кетпеу, осы жерге кіріп, сіздердің дидарларыңызды көріп кетпеу мен үшін үлкен бір бұзықтық, күнә болатын шығар деп ойладым. Сондықтан да алдағы уақытта әндеріміз жазып жатсақ, менің сахнаға шығарып жатқан, жалпы осы жерге екінші сахнам, үйім десем де болады ғой. Әндеріміздің тұсауын кесуге, арнайы келуге тырысамыз. Сіздерге қатысушылар бақыт тілейміз, жұптарыңызды табыңыздар, халықтың сезімімен ойнамаңыздар. Сараң жасамаңыздар деп. Жарайсың, Мұса, жарайсың. Иә, біз де сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Біздің есігіміз үнемі сендер үшін ашық. Өте қатты жақсы көреміз, Мұса. Үнемі келген кезде бір қуаныш, күлкі сыйлап кетеді бізге, осылай ән шашуымен келіп отырады. Аружанда бір ән жазыпты, иә, менің білуім бойынша. Жақында Джунго сенде елінің келіп атақты әншісі болып келе жатыр деп айтпай. Негізі жаңа әнді неғқан кезде мен Джунгодан арнайы бис шақырдым. Сол кезде сөйтіп келесің, билеп шығасың деп ана жақта неғамыз кішкене дайындалғанбыз негізі. Ұялып қалып. Барлықтарыңыз білесіздер ғой, 5 маусымнан бері билей алмаймын, ағашпын. Соны айтып жатырмын да, кірмей жатып, ұяламын, пожалуйста, кірмей ақ қойыңызшы. Абылаған жақта жағынып отырып алғанмын ғой. Кірмейінші, пожалуйста деп, датаға қолдарым дірілдеп, терім ағып, тегі бір. ештеңе етпейді. Өте әдемі шықты. Көрерменнің көбісі қуанып қалған сияқты меніңше. Келіп тұрыңыздар. Аружан, сен де әніңмен бір күні келіп ән шашу қылсаң болады мына жерде, иә? Ұялма.
Ұялмаған әртіс болады. Дұрыс емес пе Мұса, иә? Дұрыс, дұрыс. Сен де кішкене былай итермелеп қолдауыңды көрсетіп жібер. Ал әзірге сіздерді шығарып салайық. Қатты жақсы көреміз. Иә. Қайыр. Я бұл кісілерді көрген кезде сонау 5 маусым еске түседі. Енді ғана жүргізуші болып бастап, осы жерде дір-дір етіп, қорқып, енді алғашқы қадамдарым есіме түседі. Камера көрсетіңіздерші қалай жабысып жатқан үшеуінің бір-біріне.